Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сгущенка қосып жасалынатын өте нәзік пирогтың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны асықпай, толықтай соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Ыдысымыз бізде міндетті түрде құрғақ болуы керек. Үстінен қантты салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, аппақ болып екі еселеніп көпіргенше миксерлейтін боламыз. Үстінен 3 ас қасық сүт және де 2 ас қасық сұйық майды қосып, кішкене араластырып, үстінен 130 грамм сгущенка қосатын боламыз. Тағы да бір рет кішкене миксерлеп жібереміз. Үстінен 140 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, екеуін міндетті түрде ситадан өткізіп, біздің массамызға салып, жақсылап барлығы біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Бізде ешқандай түйіршіктер қалмайтын, осындай өте әдемі масса шығу керек. Пешімізді алдын ала осы кезде қыздырып қоямыз. Және де менде форманың диаметрі 22 сантиметр. Сіздер өздеріңіз кез келген формаға пісіре берсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскені міндетті түрде шпажкамен немесе зубочистканың көмегімен тексереміз. Осылай зубочистканы тыққан кезде құрғақ болып шығуы керек. Үстінен тағы да сгущенканы қосып, лопатаның көмегімен барлық жеріне біркелкі жететіндей етіп жағып шығамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Және де өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp желісінде әртүрлі чаттармен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Бетіне грек жаңғағы мен фундукты 2-3 бөлікке бөліп сеуіп шықтым. Жаңғақ өте ерекше дәм береді. Осылайша жасап көріңіздер, бірақ та бұл міндетті емес. Бетіне арахисный хлопья жақсаңыздар да болады. Қарап тұрғандарыңыздай өте нәзік кесіліп жатыр. Дәмі өте әдемі болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің сүйікті пирогтарыңызға айналады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.